Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Жамбыл. Бүгінгі видеода самсаларға арналған қатпарлы қамыр дайындайтын боламыз. Ал егер де сіз менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркелу батырмасын басыңыз, қоңыраушаны басып, жаңадан шыққан видеолармен танысып отырыңыздар. Ендеше қатпарлы самсаларымыздың қамырын дайындауға кірісеміз. Менде 900 грамм ұным бар, және де оны електен өткізіліп, өзіме ыңғайлы тостағымызға саламыз. Тұзды суымызды құйып, аз-аздан құйып, жұмсақ қамырымызды елеп шығамыз. Сіздер одан да ұныңызды көп, аз мөлшерде қосып, өздеріңізге ыңғайлы етіп жасауларыңызға да болады. Менің осы ұнымнан 2 қамыр шығады. Және де 5-10 минутқа демалдырып болғаннан соң мен қамырларымды жая бастаймын. Сіздер барынша жұмсақ етіп илегендеріңіз жақсырақ болады, себебі жайған кезде жеңіл болады. Кейін самсамыз пісіп шыққан уақытысында да қамырларыңыз үлпілдек жұмсақ болып шығады. Барынша жұқалап жайып шығамын. Осылай оқтаудың көмегіменен жұқа қамырымызды дайындап шығамыз. Кейін оның бетіне еттің майын құятын боламыз. Алдыңғы видеоларда сіздерге піскен еттің сорпасынан тоқаш және де шелпек пісіруге болатындығын көрсеткенмін. Енді осы видеода еттің бетіндегі майын қалқып алып, бір ыдысымызға құйып, оны қайнатамын. Бойындағы барлық сорпасы кеткен кезде тек майы қалады. Сол майын осылай самсаның қамырына жағуға болады. Кез келген затты өзіңізге пайдалы етіп жаратуларыңызға болатындығын мен сіздерге айтқым келеді. Осылай ширату арқылы біз қамырларымызды жинап шығамыз. Барынша дөңгелек тығыз ғып орағандарыңыз жақсы. Кейін қамырларыңыз жайған кезде қамырларыңыз бір-бірінен ажырамай, әдемі қатпарлы болып шығады. Осылай орап, өзімізге ыңғайлы қылып салафанымызға салып қоямыз. Беттерінде шамалы майлап шықсаңыздар болады. Және де дайын болған қамырларымызды морозильникке салып, ұзақ уақытқа да қатырып қоюға болады. Кез келген уақытта қамырларымызды алып, самса жылытып алып, самса жасай беруімізге болады. Дүкеннің қамырларынан еш кем түспейді. Және де қатпарларын өздеріңіз көріп отқандай көп қатпарлы болып шығады. Жеңіл дайындалады. Осылай оқтауымыздың көмегіменен жұқалап жайып шығамыз. Және де осылай кәдімгі қамыр сияқты, дүкеннің қамыры сияқты самсаларды да дайындауға болады. Ешқандай қиыншылығы жоқ. Үйдегі бар заттардан осындай әдемі қамырлар жасап шығуымызға болады. Баршаңызға ас болсын.